Ертедегі түркілер жайлы не білесіңдер? Олар қандай жазу қолданған? Олардың жазба ескерткіштерін қайдан табуға болады? Табылған ескерткіштер түркілерге тән екенін кімдер дәлелдеді? Көне түркі жазуларын кімдер зерттеді? Енді осы сұрақтарға жауап берейік. 5-6 ғасырларда түркілер өздеріне ғана тән әліпбилік жүйесі мен жазу емлесі бар руна сына жазуын ойлап тапты. Мемлекеттің гүлденіп, экономиканың қарыштап дамуынан жазудың маңызы арта бастады. Түркілер өзге мемлекеттермен жасаған дипломатиялық қатынастарында руна жазуымен жазылған арнайы жарлықтар пайдаланды. Түркі жазуы туралы деректер алғаш рет Византия тарихшысы Менандр Протектордың жазбаларында айтылады. Бұл жазбада Византия императоры 1 Юстинианның қабылдауында болған түркі елшісі Маньяха келген түркі қағанның жолдауы туралы жазылған. Ежелгі түркі жазуларына түркі көсемдері білге қаған, күлтегін, Тоныкөкке арналып салынған ескерткіш тастағы жазулар жатады. Бұл ескерткіш жазулар 18-19 ғасырларда Монғолиядағы Орхон өзені бойынан табылған. Ертедегі түркі жазуларының көбі қайтыс болған адамдарға арнап орнатылған ескерткіш тастарға жазылған. Бұл ескерткіш жазуларды түркілер бітік таш деп атаған. Түркі жазулары қағанаттың 6-8 ғасырлар арасындағы тарихын қысқаша баяндайды. Осылайша, көне түркілер кейінгі ұрпаққа өздері және арғы аталары жайлы тарихты тасқа қашап қалдырды. Көне түркі жазу ескерткіштерін тұңғыш рет 18 ғасырдың 20 жылдарында Енисей аңғарынан Даниэль Мессершмитт пен Филипп Страленберг сынды ғалымдар ашқан болатын. Бұл жазулар скандинавиялық руна жазуына ұқсас болғандықтан руна жазуы деп аталып кетеді. 1889 жылы Николай Ядренцев солтүстік Монғолиядағы Орхон өзенінің аңғарынан руна жазуы бар үлкен құлпытас тапты. Бұл құлпытастағы жазулардың сырын алғаш ашқан дат ғалымы Вильгельм Томсон болды. Ал Ресей түркітанушысы Василий Радлов жазуды оқып, үлкен тарихи жаңалық ашты. Түркітану ғылымында бұл жазу табылған жеріне байланысты Орхон Енисей таш жазуы деп аталды. Бұл ескерткіштердің ішіндегі ең көрнектілері 732-735 жылдардағы білге қағанның және оның інісі қолбасшы күлтегіннің, қағандардың кеңесшісі Тоныкөктің құрметіне жазылған. Көне түркі жазуы 11-12 ғасырлардан кейін қолданылмады. Себебі бұл түркі руна жазуын араб жазуы ығыстырып шығарды. Күлтегін ескерткішінің көшірмесі Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің бас корпусына қойылған. Түркі бектері, халқы мұны тыңдаңдар. Түркі халқын жиып, ел болғандарыңды мұнда бастым. Жаңылып кешкендеріңді де мұнда бастым. Барлық сөзімді айтар, тасқа бастым. Йоллық тегін.